Таңғы қаланың көгіне жаңа ғана шапағатын шашқан күн сығалай көтерілгенде диспетчерлік орталықтың жарығы әлде қашан жанып тұрған. Сол жарықтың дәл ортасында Мадина. Бір қарағанда тыныш отырған жұмысшы секілді көрінгенімен, оның жан дүниесі тұтас бір әлем еді. Дәулетім, алтын бесігім, сағындым сені анашым, жыр толып жүрегімде, тербетілдің алтын анам, адам бол деп сен маған, қолымнан жетеледің, ана деген осы бір ән, арналады тек саған. Мадина Түсіпбекова бірінші топ мүгедегі, бірақ оған қарап әлсіз немесе шектеулі жан деп ойлау, күн сәулесінің жылуын көре тұра, оның күшін сезбеумен бірдей. Ол диспетчер пультінің алдында отырып ақ, жүздеген адамның тағдырына бағыт беріп, талай мәселенің шешімін табуға үлес қосатын. Әр қоңырау бір үміт, әр сұрақ бір жауапсыздықтың есігін ашу. Сол есікті ашатын Мадина жұмысқа берілгендігі, жауапкершілігі, даусындағы сабырлы сенім, бәрі оны орталықтағы ең қадірлі мамандардың біріне айналдырған. Бірақ оның ең ерекше қасиеті әншілігі. Жұмыс аяқталған соң бөлмеші тынышталып қалған кезде Мадина кейде баяу ғана ән айтып кететін. Оның дауысы нәзік, бірақ терең еді. Сол үн ауада қалықтап, тіпті ең шаршаған жанның да жүрегін емдейтіндей әсер қалдыратын. Ән оның өміріндегі тағы бір тынысы. Тағдыр салған сынақтарды жеңілдететін құдірет еді. Оның әні тылсым әлемге шақыру, ал еңбегі мызғымас ерік жігердің көрінісі. Көп адам үшін ол жай ғана диспетчер болуы мүмкін, ал шын мәнінде ол өз әлемін кеңейтіп, қолынан келгенін ғана емес, келгеннен де артығын жасап жүрген батыл жан. Мадинаның өмірі үнсіз ерліктің, сабырлы күштің, жүректегі өнердің әдемі үйлесімі. Оның үнімен басталған әр күні бір жаңалық, бір шабыт, бір жеңіс. Осы Кентау қаласында туылдым, Кентау қаласында өстім, бірақ бала күнімнен жаңағы арбаға танылған адаммын. Туылған кезде арқамда грыжа бар болып туылғам, арқамда, мойынның артында. Соны 5 айлығымда алдырғаннан кейін 2 аяқтан отказ болып, жұлынға зақым тиіп, содан жүрмей қалғам. Сөйтіп үйде оқып, мектепті 11 классқа дейін үйде оқып, үйде бітірдім. Қазіргі уақытта немен айналысасыз енді өзіңіз? Қателеспесек, біз қазір сіздің жұмыс орныңыздамыз, иә? Сол туралы айта кетсеңіз. Қазір осы биылдан бастап мен жұмыссыздыққа тіркеліп, сөйтіп мансап орталығы арқылы осы инватаксиге диспетчер болып жұмысқа кірген болатын. Қазіргі уақытта диспетчер болып жұмыс жасап жатсыз. Жұмыс істеп жатқаныңызға 1 жыл болды, иә? Қазіргі уақытта 1 жыл болды. Жалпы мына өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Мен негізі мамандық менде болған жоқ. Мен мектеп бітірген жылдары бізде жаңа Арнаулы колледж ашылған болатын. Сол кезде мен барып оқуға түскім келгенде, маған өз-өзін алып жүре алмайды, оның үстіне 1-ші группа мүгедегі деп мен оқуға алмаған. Негізі. Иә. Сол себепті менде қазір мамандық жоқ, бірақ анам өмірден өткеннен кейін даже оған дейін де мен өзім талпынып, әйтеуір кейде сауда жасап, сетевой маркетингпен айналысып, қыздарға маникюр жасап, сосын жаңағы бояндырып, сөйтіп ақша табатын. Сосын өзім өлең айтқан жақсы көремін. Сол себепті тойларға шығып, концерттерге шығып, солай ақша таптым. Осы уақытқа дейін. Жалпы ешқашан тоқтап қалған емессіз? Жоқ. Өмірде, иә? Жасыңыз нешеде? Жасым Құдай қаласа, ертең желтоқсан 21-іне 37-ге толамын. 37-ге толасыз, иә? Енді мынау жалпы өмір дегенді өзіңіз қалай түсінесіз, Мадина әпке? Тойға да шықтым деп жатсыз, саудамен де айналыстым деп жатсыз, әншілік қырыңызды да білеміз. Одан кейін қазіргі уақытта диспетчер болып та жұмыс істеп жатсыз. Жалпы бірнеше мамандықтың басын қайырыпсыз. Сол туралы айта кетіңізші, жалпы қалай түсінесіз өзіңіз? Естуім бойынша негізі айтады ғой, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Бір мысалға Алла тағала адамға өмір берген кезде армандайды мысалға адам ше. Сол армандап, сол арманына жету керек екен адамдар ше. Өйткені адамдар арманына жете алмаса, ертең ана өмірге барған кезде айтады екен: "Саған осыншама өмір бердім ғой, неге сен соған арманыңа жетпейтіндей, неге талпынбадың?" дейді екен да. Иә. Сол үшін менің мақсатым бір нәрсені армандасам, сол нәрсеге жетпей қоймайтын адаммын мен.
бір нәрсені жеттім ба, екінші нәрсені армандасам, екіншісіне қарай ұмтылатын адаммын да. Сөйтіп жайлап барлығын әйтеуір қолынан келгенше жасап жатқан жайым бар. Енді қазіргі уақыттағы нақты өзіңіздің арманыңыз қандай, жоспарыңыз қандай, бөліссеңіз? Қазіргі уақытта мен қазір 4,5 жасар, 5-ке толайын деп жатқан балам бар. Соны Құдай қаласа өз қолын өз аузына жеткізіп, өзінің жаңағы өмірге деген несін жолын қалыптастырып, соны жетілдіріп, өсіріп, соны бір тұлға қылып өсіру арманым, мақсатым. Және армансыз адам құспен тең деп жаңа айтқандай, армандар көп қой жалпы. Армандай берсек жетеді негізі. Арман өте көп мен. Енді қалай айтсақ болады, енді көріп отырмыз, өмірге деген құлшынысыңыз өте жоғары. Талпынысыңызға да тәнті болып отырмын. Ал жалпы мына өмірде болады ғой кейде арбаға таңылдым деп, болмаса басыма қандай да бір жағдай іс түсті деп, кейде өмірге деген қызығушылығын жоғалтып, мотивациясы әлсіреп, жалпы талпынысы төменге түсіп кететін жандар. Сондай кісілерге өзіңіз не айтар едіңіз жалпы, әпке? Мен өз басым енді мектеп бітіріп, енді бой жетіп келе жатқан кезде ағам өмірден өтіп кетті авариядан. Сол кезде бір қатты бір қынжылған кездерім болған. Енді Құдайға налып, неге осы коляскада отырған мені ақ неге алмадың, неге сапсау ағамды алдың деп кезде налған кездерімде болған. Бірақ ол қате екенін қазір түсінемін. Бірақ айтып отырмын ғой, ағам өмірден өтті, анам өмірден өтті, папам өмірден өтті да менің. Қазір Аллаға шүкір, 2 әпкем, 1 інім бар. Қазір тем более балам бар, сол үшін мен ешқандай енді не істемеймін да. Қалай айтсам екен, өзімді ешқашан бүйтіп қайғыртып не істемеймін. Тек қана солар үшін де өмір сүргім келеді, балам үшін де өмір сүргім келеді. Енді армандар жаңағы адамдарға сөйтіп қанжылып, неге мен мысалға не қылдым, жүрмей қалдым деп айтатындар көп қой ондай. Оларға айтқым келеді, енді тағдыр болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін саған өмірді қалай берсе де, соны басыңды тік ұстап өту керек деп ойлаймын өз басым. Қандай болса да тағдырың, мүмкін сен жүре алмай қалсаң да, жатып қалсаң да, ол тағдыр, ол сен басыңа жазылған нәрсе, иә. Мысалға мен айтып отырмын ғой, туылғаннан бастап жүрмей қалдым деп. Егер мен мысалға туылған кезде 12 мүшем сау адам болып туылсам, менің маңдайыма ол жазылған болса, мүмкін кім біледі, мен бой жетіп келе жатқанда, мен авариядан болсын, басқадан болсын, мен бәрібір де жүрмей қалар едім деп ойлаймын да. Мадина әпке, енді мынау осы жұмысқа мансап орталығы арқылы кірдім дедіңіз. Енді мансап орталығының арнайы бір уақыты болады, бір жыл көлемінде. Жалпы егер бұл жұмыс сол уақытта мерзімі жететін болса, өзіңізде қандай енді жоспарыңыз бар жұмыс істеу? Мен ешқашан тоқтап қалған адам емеспін негізі. Уже де мен қазір планда нелерім бар, саудамен айналыссам деген, тағы да басқа нәрсе сатсам деген. Ертең мен жұмысын тоқтайтын болса, міндетті түрде мен тағы да бір нәрсе алып, болмаса бір саудамен айналысып, солай жұмыс жасаймын. Ал әншілік қасиетіңізге тоқталайықшы. Жалпы бұл әншілік, күміс көмейлік деген өзіңізге қайдан келді? Бұл бәлкім сіздің ата бабаңызда бар нәрсе ма? Ес білгелі мен өзім жақсы негізі өлең айтқан армандайтынмын. Қашанда бәрін жазып алып, жаттап сөйтіп жүретінмін. Бірақ мен бүйтіп армандайтын, мен өзімнің әнімен шығып, сөйтіп жарқ еткім келетін. Бірақ 2014 жылдары мен оңалту орталығына бардым, Шымкент қаласында болды ол кезде. Сол кезде коляскадегі қыздар, балдар, кәдімгі әншілердің өлеңдерін айтып, жарысқа қатысып, сөйтіп жарыстан ұтып алғанын көріп, неге мен де солай жасамасқа деп сөйтіп бастаған болатын. Қазіргі таңда өзімнің 4 жеке әнім бар қоржынымда. Солармен арасында жаңа тойларға да шығамыз, шақырып жатса, концерттерге де барып тұрамыз, қоғамдық бірлестіктерде де жұмыс жасадым әнші болып. Қазір енді данный момент инватаксиде диспетчер болып жасап жатырмын. Жоқ, бұл сіздің сонда қаныңызда бар нәрсе ғой, әлдекім жеті атаңыздың бірінде әнші болған ба? Ондай естуім жоқ, бірақ енді папамыз, мамасы өлең айтқан жақсы көреді. Сондай әжемізге тартып естеген шығармын. Былай біздің жаңағы туысқандарда, мен бауырларымда ондай әншілер жоқ. Ал енді біздің көрермендерімізге өзіңіз не дейсіз? Жүрек жарды, ыстық ықылас лебізіңіз болатын болса. Мен бірақ нәрсе айтқым келеді. Өмірде адам болғаннан кейін барлығы болады.
өмірдің ағы мен қарасы қатар жүреді. Сол кезде ешқашан осы мен қиналып қалдым, басыма бір қиыншылық түсіп қалды екен деп қайғырып кетпесе екен деймін. Қай бір адам болса да алға қарай ұмтылса екен деймін. Өз-өзін қамшылай білу керек деп ойлаймын адам баласы. Алға қарай ұмтылу керек деп ойлаймын. Солай тілеймін барлығыңызға. Ешқашан сөнбеңіздер, ешқашан өмірге деген көзқарастарыңыз төмен түспесін. Не нәрсе болып жатса да барлығы бір Алланың қолында. Айтады ғой, қашан жаңбыр жауса, міндетті түрде артынан күн шығады деп. Сол сияқты қиыншылық болып жатқан жағдай болып жатса, ешқашан ол мәңгі болмайды, ары қарай күн де шығады. Барлығы жақсы болады. Соған сеніңіздер деп айтқым келеді. Құрметті көрермендер, мінекей көріп естіп тұрғандарыңыздай Мадина ханым өзінің жүрек жарды ыстық лебізін сіздерге жеткізді. Әрине бұл кісінің өмір жолына қарап, тіпті біз кейбір қиын сәттерде сүрінудің өзі, бүлінудің өзі дұрыс емес екендігін түсініп жатамыз. Сондықтан да бұл жақсы бір мотивациялық тілек болды деп те өз басым ойлаймын. Сондықтан Мадина ханым, сізге алдағы уақытта тек сәттілік тілейміз. Осымен тамам. Ол үшін мүгедектік шектеу емес, тек өмір жолындағы бір белес қана. Мадина өзін өзгелерден кем сезінбейді. Қайта керісінше мүмкіндігіне қарай емес, жүрегінің қалауымен, ниетінің күшімен өмір сүретінін дәлелдеп келеді. Адамдар оның көзіндегі отты көргенде еріксіз шабыт алады. Себебі ол әр қадамын табандылықпен жасап, кез келген қиындықты үнсіз жеңе білетін ерекше жан. Әр кеште үйіне оралғанда әдетінше терезе жанына отырып, баяу әуез шығаруды ұмытпайды. Сол сәтте оның дауысы ауаға араласып, сырттағы түн тыныштығымен үйлесіп, бір көркем картинаға айналады. Мадина үшін ән жай ғана өнер емес, оның рухын көтеретін, жүрегіне қуат беретін, ал әлемге өзіндік жарық сыйлайтын күш. Сырт көзге байқаусыз көрінетін осы сәттерде ол нағыз өз болмысымен мықты, сезімтал әрі таңғажайып дарынды жан ретінде көрінеді. Бақдәулет